Барлығыңызға сәлем достар. Сіздермен Айнұр. Бүгін бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Рецепттегі барлық ингредиенттер видеоның астында описаниеде жазулы. Бізге қажет ингредиенттер жылы сүт, ұн, қаймақ, сұйық май, қант, тұз, ашытқы. Ең алдымен жылы сүт құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Ашытқымызды саламыз, қант саламыз, тұз, содан соң қаймағымызды саламыз, сұйық май. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашытқымыз көтерілу үшін. Мінеки 15 минуттан соң ашытқымыз біздің осылай көпіріліп көтеріледі. Біздің ашытқымыз жақсы деген сөз. Міндетті түрде осылай көпірілу қажет. Енді араластырамыз да ұнды електен өткізіп салатын боламыз. Ұнды електен өткізіп салатын болсаңыздар, қамырыңыз жақсы көтеріледі. Әрі бауырсақтарымыз үлпілдеп жақсы болып шығады. Мен ингредиенттердің ішінде оның қанша керек екенін нақты айтпадым. Себебі ол ұнға байланысты. Сұйық массамыз қанша ұн алады өзіне, сонша ұн салатын боламыз. Ең бастысы ұнды қатты көп салып керек емес. Қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Алдымен қасықпен жасап алам, кейін қолмен араластырамын. Маған солай ыңғайлы. Ұнымызды аз-аздан салып, осылай араластырып отырып, қамырымызды жасайтын боламыз. Барлығын бірден салып жіберсеңіздер, қамыры көп болып кетуі мүмкін. Яғни ұны көп болып кетуі мүмкін. Содан кейін қамырымыз қатты болып кетеді. Міне қолға қатты жабыспайтындай қамыр иленді. Енді осы қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз. Мінеки қамырымыз 40 минуттан кейін көтерілді. Бетін ашып, қолымызды майлап, үстін басып қоямын мен. Мен қамырымызды 2 рет көтеріп, басып қоятын боламын. Ал егерде сіздерде уақыт тығыз болатын болса, 1 сағатқа қойып пісіре берулеріңізге болады. Бірақ 2 рет осылай көтеріп басатын болсаңыздар, қамыр өте жақсы болып көтеріліп, әдемі болып піседі. Енді қайтадан бетін жабамыз да, қайтадан жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз күшті болып көтерілді. Енді бетін ашып, қолымызды жақсылап майлаймыз. Ешқандай да ұн қоспаймыз. Қолымызды майлап, қамырымызды алып, жаятын боламыз. Қолымызды жақсылап майлау міндетті, өйткені қамырымызды жайған кезде ол үстелге жабыс қалмау керек. Мен қолмен ішіндегі ауасын осылай басамын. Сонда жақсы көтеріледі қамырымыз. Мен қамырды оқтаулап, жұқа қылып жаямын. Міне қараңыздар, қамырдың қалыңдығы осындай. Қалыңдығын 5 сантиметр қылсаңыз болады. Қазір біз оны кесеміз. Содан кейін тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Сонда ол тағы да көтеріледі. Енді осылай бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. 15 минут тұруы қажет. Ал енді бауырсақтарымызды пісіреміз. Осындай шұңқыр табаға пісірген дұрыс. Яғни біздің бауырсақтарымыз міндетті түрде майға батып тұру керек. Сонда біздің бауырсақтарымыз жақсы көтеріледі. Негізі бауырсақтарды далада, қазанда пісірген жақсы ғой. Одан сайын жақсы болып көтеріледі.
егер шұңқыр емес табада пісіретін болсаңыздар, бауырсақтар көтерілмей қалады. Май міндетті түрде қатты қызып тұрған болуы керек. Осылай аударып, жақсылап пісіретін боламыз. Міне қараңыздар, қандай үріліп, осындай шар ұқсап пісетін болады. Міндетті түрде майын сорғытып, жақсылап пісіретін боламыз. Бауырсақтар осындай шар болып үріліп піседі. Өте жұмсақ, өте дәмді. Міндетті түрде менің рецебіммен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.